Бүгін біз пицца жасайын деп жатырмыз. Оған бізге осында фри и қуырылған тауықтың еті, осындай китайский капустаның жұмсақ жері, сосын осындай майонезбенен осындай укроп араласып қойдың ішіне шешесіне өткеріп, и сосын осындай кетчуп, майонез, сосын осындай лавашты төртке бөліп алдым. Мен ерекше жасап көрейін деп жатырмын. Осындай үлкен лавашты алып, осындай майдаға бөліп тастаймыз. Балдарға. Осындай лавашымыздың кішкентай қылып, мен балдарға жасатқасын осындай қылып. Жағы неміз салып аламыз осылай. Тауықтың еті. Сосын ортасына осы капустамызды салып аламыз. Үйде жасап көріңдер, өте күшті болып шығады. Мен рецебі басқаша қылып істеп отырмын. Негізінде помидор, огурцы болу керек бұның ішінде. Сосын ішінде майонез көп болғанда мен тек кетчуп болды. Азғантай қылып, көп те емес. Өткенде капустамыздың өзі мен осылай бүйтіп аралап жауып аламыз да. Қатты айландырып тастаймыз осылай. Тағы еще осылай, ұмытып қалмаңдар қыздар. Дәу қылмай, кішкентай қылып. Тауықтың етімізді салып, ортасына капустамызды қойып жүреміз. Сосын фриімізді саламыз осылай. Көп зат керегі жоқ. Үй жағдайында осылай жасап жесеңдер болады. Донерге анау керек, мынау керек. Бармен базар деген сияқты. Осылай. Қаттығы орасаңдар, жазылып кетіне жайылып кетпейді. Осылай орап шығамыз. Достар, донерімізді осылай пісіріп аламыз. Қатты ысыған табаға осылай айландырып, сөйтіп пісіріп аламыз. Күшті болып шығады. Не көрдіңіз бе, достар? Үй жағдайында істейтін донер. Осында бірнеше минутқа қойып, донерлерімізді осылай дайындап аламыз. Екі жағы қышырлақ. Өте күшті. Қай жағы піспей жатса, аударып бүйтіп қоя саласыңдар.